Технология қарыштап дамыған сайын адамзат баласының өмір сүруіне ыңғайлы жағдайлар көбейе түсуде. Солардың бірі жартылай дайын фабрикат тағамдары. Бұлар котлет, құймақ, тұшпара, манты, самса, фаршталған бұрыш, көкөністер, жемістер және тағы басқалар. Әсіресе жұмысбасты немесе тамақ пісіруді онша ұната қоймайтын келіншектер үшін немесе бойдақ жігіттерге рахат. Қуырасыз ба, қайнатасыз ба өзіңіз білесіз. 10-15 минуттың ішінде қалаған асыңыз дайын бола қалады. Көптеген тағамның сыртқы түрлерінен сапасын білуге болады. Ол үшін ораманы мұқият қарап, алдымен әзірленген мерзімін көріңіз. Содан соң тағамның сапасын зерттеңіз. Мысалы, тұшпара, вареники, самса, мантыларды тасымалдағанда дүкендерде электр қуаты болмай қалған жағдайда сырты жарылып кетеді, ал көкөністер мен жемістер пішінін жоғалтады. Яғни тағам пайдалануға жарамсыз болғандықтан ондайларды алмаңыз. Егер котлет, фрикадельки сияқты жартылай фабрикат тағамдар тым арзан болса, онда олар еттен емес, соядан жасалған деген сөз. Әрине бұған тыйым салынбайды, алайда өндіруші ораманың сыртында соядан жасалғаны туралы ақпаратты көрсетуге міндетті. Отбасындағылардың асқазандарында ешқандай ақау болмаса, жартылай фабрикат тағамдарын қолдана беруіңізге болады. Әсіресе қарқынды қатыру технологиясынан өткен тағамдардың бойында барлық қасиеті мен дәрумендері сақталады. Оның үстіне бұларды арнайы ерітіп, күтіп отырудың қажеті жоқ. Сыртындағы нұсқаулығы бойынша қуырып немесе қайнатып бірден пісіре беруге болады. Ал фарш пен көкөніс жемістерді ас әзірлеуден 1 сағат бұрын ерітіп қоюыңызға тура келеді. Осы айтылған жартылай фабрикат тағамдарына белгілі бір дәмдеуіштер қосып, дәмін келтірсеңіз абзал. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Видео ұнаса лайк басып, арнаға жазылып кетіңіз. Бұл каналда сіз көптеген пайдалы ақпараттарды біле аласыз.